Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын таңғы ас американдық панкейк рецептімен бөліспекшімін. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осы жұмыртқа мен қанттың үстіне сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Осы массамыздың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Разрыхлителімізді саламыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп, толық біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Біздің дайын болған қамырымыз осындай біркелкі масса болады. Одан кейін табамызды жақсылап қыздырып аламыз да, дайын болған массамызды қасықпен құйып, толық беті көпіршік пайда болғанша күтеміз. Тесто дайын болған кезде осындай бетінде көпіршіктер пайда болады. Сол кезде аударамыз, асты піседі және келесі бетін аударып, осылай кезекпен пісіріп ала береміз. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Өз қалауыңызша бетін сәндеуге болады. Мен клубничный варенье салдым. Шоколадпен әсемдеуге де болады. Сгущенное молоко қоссаңыз да болады. Ас болсын, таңғы ас ретінде өте дәмді, балаларға таптырмайтын тағам. Жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.